Шырқаған сайын әуеніммен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы аман есен тез балам. Хейоу, ассалаумағалейкум қауым, қалайсыңдар достар, және де қаласында мен тигірдай подписчиктарым. Достар, енді мен бүгінгі видеода, сендерге видеоның басынан көргендерінде мен сұрақ-жауап түсіргім келіп отыр. Достар, енді сендер осы видеоға видео бастамастан лайк басып, және де арнаға тіркеліп қолдап кетулеріңізді сұраймын. және достар, бізде жақында 1500 подписчик етеміз. Сонда достар, сезетіп маған арнама тіркеліп, маған көмектеріңізді беріп кетіңіздер. және достар, қазір бұл видеода сіздердің жазған сіздер көбіңіз жаңағы коммент неге ВКонтактеде маған сұрақ қойған болсыздар, мен солардың барлығына жауап беретін боламын. Ал достар, сендер енді видеоны до конца көріп тамашалай беріңдер. Ал мен видеоға кеттім достар. Let's go. Досым, егер сен өте керемет арна тауып жүрсең, онда мен саған Кевиннің арнасын ұсынамын. Кевин Пингвин өте керемет арналардың бірі. және достар, оның арнасында қазіргі таңда 111 подписчик бар. Достар, сіздер міндетті арнасына тіркеліп, онтиктен келдің деп барлығымыз көрем. Тіркеліп қолдап кетейік достар. Кевин өте керемет сапалы видеолар түсіреді, және де МcPCге жақында келген пацан достар. Сонда соңғы видеосына барып онтиктен келдің деп тіркеліп бәріміз қолдап кетейік. Ал достар, біз видеомызға достар, міне біздер өзіміздің каткамызға да келіп жеттік. және де қазір енді мен сіздердің жазған сұрақтарыңызды оқитын боламын. Сонда достар, сендер қазірден бастап, қазір лайк басып өтсін, білем. 1, 2, 3 достар, лайк басып үлгеріңіздер достар. Мен қазір енді Бредикспе серверінде түсіріп отырмын, себебі Бредикспе сервері маған өзіме өте қатты ұнайды. Сондықтан достар, қасым енді Делон екеуміз бірге ойнадық. Мен бір өзім нукпын негізі. Делон қазір мына жерде қолмен ағатып кетті, қараңыздаршы пацан. Не деген мына не қараңыздар. Опа комбо алып кетті. Пацаны, қазір енді мен сіздердің жазған чаттарыңызды оқи беретін боламын. Ал кеттік, let's go. Достар, бірінші сұрақ, Ролтон Бичтен келген, шынатын дейді, шынатым 10 талап. Қаншадасың? 15-демін. Үшінші, МcPCде қанша жыл ойнап келе жатсың? 4 жыл болды. Қызым бар ғой, айтса еді, айтпаймын. Сен үшін ең мықты МКПшер дейді. Мен үшін ең мықты МКПшер ол мен өзім таңдайтын болсам, яғни ол мен үшін Зумая. Ал келесі үйде неше адамсыңдар? Үйде 5 адам. Ең мықты дизайнер кім? Сен үшін мен үшін ең мықты дизайнер ол негізі Раби еді, қазір енді Матчан. Келесі сұрағы, қоянға онтиктан сәлем. Отлично. Келесі сұрақ, Байсултан Бақытжан деген баладан келген. Атым кім дейді, атым 10 талап. Нешедесің? Жаңа айтып кеттім, 15-темін. Қызым бар ма дейді. Бар, бірақ ешкімге айтпаймын. Айтықпайын, ешкімге айтпаймын. Қай қалада тұрасың дейді. Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Ембі қаласы. Болашақта МКП-ні тастайсың ба дейді. Мен тастайсың ғой, өсесің, Майнкрафтмен жүре бермейсің ғой. ФФ или МКП дейді. Конечно, МКП. YouTube каналын 10-ға жетсе не істейсің дейді. Реакция деген мөш болады ғой, мөш. Басқа МКП-шілер туралы өз ойым. Басқа МКП-шілер туралы өз ойым, яғни МКП-де жақсы ютуберлер де бар, кейбірі жақсы ютуберлер де бар. Мен үшін МКП өте керемет, және де МКП-шілер де өте жақсы адамдар. Достар, келесі сұрақ, Алинор Хешников деген баладан келген. Сен ютубтан ақша тауып көріппен. Қызым бар ма дейді. Жаңа айтып кеттім. Жасың нешеде? Жасым 15-те. Сен 1 миллион пот болса реакцияң қандай болар еді дейді. Конечно, енді каналында подписчик көп болса адам қуанады. Майын дамый ма дейді. Ол туралы өзім көзқарасым жоқ. Дамуы да мүмкін, дамымауы да мүмкін. Майында до конца қаласың ба еді. До конца дегенде енді өзімнің атымды қалдырып кетуге тырысамын. Сен майын дамығанның бәрінің оралғанын қалайсың ба еді. Әрине қалайсың ғой. Жасың нешінші жылысың? 25. Қай қалада тұрасың? Шалқарда. Колледжге барасың ба дейді. Барам. МКП-деге жан достарың кім дейді. Яғни менде жан достарым өте көп. Санжик бар,
тағы да басқа балдар бар. Енді бәрінің атын ұмытып қалдым, әрине сөйлесіп не істеймін. Қазір біреуінде есімнен кетіп кетіп. Қашан фамилия набор болады дейді. Фамилияға набор жақында болады, ала бұйырса. Сен неше жасынан бастап МКП ойнадың дейді. Примерно 11-12 жасынан бастап МКП ойнадым. Жаңа МКПшерді қолдайсың ба дейді. Әрине қазақ МКПлерін ютубқа келгендердің көбісіне қарап, видеоларын қарап, лайк басып, кейде коммент жазып кетем. Оны өздерінің кейбірі де байқайды. Келесі, яғни сұрақ, онтик деген никті қалай ойлап таптың дейді. Онтик деген никті, мен үй жақта, яғни бүткіл балдармен онтик дейді. Сондықтан мен сәңе ютубқа келген кезде давай мен онтик деп ашайын канал дедім. Мен танисың ба деді. Жоқ. МКПден басқа ойын түсіру ойда бар ма дейді. Жоқ. Қызым бар ма дейді. Мана айтып кеттім. Дами бер, 1 миллионға подписчикке жет. Әумин от души. Нелзидің подписчиктеріне сәлем жолда. Нелзидің подписчиктері сәлем. Яғни келесі сұрақ яна Максим Майоровтан келген. Ассаламу алейкум, отмасылым. Менің саған сұрақтарым дейді. Сені МКПге кім дейді. Мен МКПге жақын досым алып келген болатын. Сабақты нешемен оқисың? Сабақты 4-пен 3-ке оқимын. МКПде қанша досым бар дейді. МКПде санаулы достар бар. Аз десем де болады. Қашан жаңа сотқа аласың дейді. Жақында ала бұйырса. Қызым бар ма, немесе болды ма? Бар. Үйінде неше адамсыңдар? Үйде 5 адамбыз, сүйіп көретін МКПшерім дейді. Сүйіп көретін МКПшерім. Жас МКПшерлер, МКП немесе Free Fire дейді. МКП. Ең мықты дизайнер кім? Жаңа айтып кеттім. Ютубқа сәлем жолда. Ленрис саған үлкен сәлем. Максимум қанша под қалайсың дейді. Енді 5000 подписчиктің өзі мен үшін үлкен подписчик деп айта аламын. Неше жасында ютубтан кетесің дейді. Ол жағы белгісіз. Гринвик сервер ұнайма дейді. Достар, шынымды айтсам, маған Гринвик сервер ұнамай кетті. Соңғы кезде себебі читерлер көп, вообще деген көп нәрселер көп, яғни бактар көп десем де болады. Қайсы ұнайды? ПК или ноут или телефон дейді. Негізі телефон жақсырақ деп ойлаймын, себебі телефонмен барлығы оңай, ал енді компьютер болмағаннан кейін солай, яғни сотка өзіме ұнайды. Шын есімің кім дейді? Жаңа айтып кеттім. Қайғала тұрасың, жаңа айтып кеттім. МКП көзқарасы қандай? МКП негізі жақсы, яғни МКП комьюнити өзіме өте қатты ұнайды. Біреу саған кезетме МКП жаман деп сұраса не дейсің дейді. Өтінді жемедім. Айуан, айтпайтын бәлең жоқ, айуан. Шерет қолдайсың ба? Дейді. Сәлем жолда. Фаркончик Қопарғали саған үлкен сәлем. Кез келген МКПшер көмек сұраса не істейсің дейді. Егер көмегі мықты керек болып жатса, көмектесемін. KzMcpeComunity қалай ашылды? KzMcpeComunity туралы видео бар, яғни видеоның астына жүрсең, Шелзімен бірге KzMcpeComunity аштым деген, фамилия аштым деген видео бар, сол видеоны қарасам болады. МКП даму үшін не істей аласың дейді. Әрине жақсы видео түсіріп, жақсы контент түсіру керек. Қолтышаспен сорпаға самесқа түсіріп десе не істейсің дейді. Конечно, түсіресің дейсің ғой да. Шын өмірде боқтайсың ба дейді. Енді бұрын боқтағам, қазірде негізі андасында боқтап қалу мүмкін. Енді достар, адамның аузынан не кетіп, не шықпайды достар. Неге именно МКП таңдадым дейді, себебі МКП маған өте қатты ұнайды. Ең мықты дизайнер кім? Жаңа айтып кеттім. Неге KzFamily аштым? Себебі қазақ МКПсіндегі ютуберлерді, жас МКПшілердің бәрін қосып, бір фамилия аштым. Любой адамды KzFamily'ге аласың ба? Любой адамды емес. Телефон қандай? Қазір ұстап жүрген телефон, яғни мюзи сендермен маған теңдік дейді. Ютубта даму оңай болды ма дейді. Жоқ, себебі ютубта даму маған өте қиын болды. Енді достар, кейбір ойлауы мүмкін онтик МКПде тез дамудан аламын деп. Бірақ достар, МКПде даму үшін маған көптеген видео түсіріп, көптеген не істеу болды, яғни шыдамдылық қажет болды. Осы каналды күміс кнопкаға дейін жеткізгім келемін. Саған маник маңызды ма? Жоқ. YouTube канал ашып мені мақсат еттім. YouTube канал ашып не істеймін дедім. Мен YouTube канал ашып яғни МКП'ні дамытамын дедім. Қызым или подписчик? Мен яғни подписчигім таңдаймын, себебі ол қыз любой уақытта табылады деп сөйтіп айтып кетесің ғой да.
жас мкпшілерге советую мкп даму үшін не істеуіміз керек дейсіңдер. Достар, тек қана шыдамдылықтың өзі ақ қана қажет етеді. Тек просто достар до конца барып дамайым деген ниеттеріңіз болса, достар, до конца қалыңыздар, достар. Мен мкп дами алмаймын деп бір активке жылаудың қажеті жоқ, достар. Ең бірінші қандай каналым болды и неше сапқа жетті. Мен ол туралы видеода айтқан болатынмын. Там 100 сапқа жететін болсаң, кетесің бе? Енді подписчигің көп болса, қай жақта егер көп болса, кетесің ғой. Бірақ достар, мен басқа да мен ойлап қалмаңыздар, типа ол Free Fire жақсы көреді деген ешқандай. Мен Free Fire жақсы, мен просто мен осы сұраққа жауап беріп жатырмын. мкпде кімдермен ең жақын досың дейді. мкпде мана айттым кіммен дос болғанымда. мкпде біреумен конфликт ұстап көріппен дейді. Жоқ. мкп Free Fire'дан асып түсе ме дейді. Білмеймін, яғни жоқ деп ойлаймын, себебі мкпде қазір актив болды. Free Fire'да ертең по-любому ода да актив, себебі одан да басқа жақсы ойындар келеді. Әлі мкпде қанша уақыт жүрмек ойын бар дейді. Білмеймін. мкпде жалпы неше адам бар деп ойлайсың, ол да тоже білмеймін. Егер канал жақсы дамып келе жатқанда ата-ана YouTube қарсы болса не істейсің дейді. Ата-анама барлығын түсіндіремін. Біз мкпден басқа не ойын түсіргім келеді, CSGO, тағы сондай басқа Counter-Strike сияқты мықты ойынды түсіргім келеді. Егер компьютер алсам, ала берсем. мкпден басқа, жоқ. 6-7 мкп сила деп айқайлашады. KzMcPComunity сила! Ты что, дурак, блядь? Бұл сұрақтарға жауап береді деген ойдамын. Окей. Сені мкп кім алып келді дейді. Мана айтқан болатынмын. Жақын досым алып келді деп. Неліктен мкп дамамай жатыр деп ойлайсың дейді. Себебі мкпде достар актив түсіп қалды, оның себептері, яғни конфликт, тағы да басқа себептер бар. QasFamily'де ең мықты PvP-шер кім деп ойлайсың дейді. QasFamily'де ең мықты PvP-шер ол 120 FPS пен Делон. Келесі сұрақ, яғни Армашкадан келген, шын атын кім и фамилиян дейді. Фамилиямды айта алмаймын, но шын атым онталап. Ютубта да қалай дамуға болады дейді. Ютубта даму үшін саған оформление, тағы да басқа шыдамдылық, жаңа айтып кеттім ғой достар. Шыдамдылық, және арнаның өте әдемі болып шаршамай видео түсіру керексің я. Армашка топ деп айқайлаш дейді. Армашка топ! Келесі, яғни сұрақ маған сәлем жолдайды. Армашка саған сәлем. Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz. Ben yazınca mı gol neşemiz yerinde. Siz ayrı tripte bense düşüşte. Halüs görüyor. Достар, келесі сұрақ, яғни ютубтан қызығушылық кетті ма дейді. Жоқ, пока что жоқ, себебі менде активтен нормально бос уақытымда әзірше бар, және де тағы да соткамда нормально, яғни. Сондықтан менде достар әзірше ютубтан қызығушылық кеткен жоқ. Келесі сұрақ, яғни неге мкп топ дейді. Себебі мкп басқа ойындардан қарағанда харам емес. Неге мкп-шілер кетіп жатыр дейді. Олар өздерінің себептері бар. Сен не мкп кеттің келе ме дейді. Әзірше жоқ. Келесі сұрақ, яғни сен колледжге қандай мамандыққа түстің дейді. Яғни ЖД, яғни жол жүргізу бригадирі. Қай қалада колледжге түстің дейді. Шалқар, сен неге хейтерің көп дейді. Білмеймін, негізі хейтер деген онша көп хейтер байқамаймын. Өйткені кейбірі мені көре алмайды, типа сондай хейтерлер бар досы. Ни хуя. Bana soru sormayın, ben hiç bilmiyorum. Ben nerede olduğumu bir an şaşırıyorum. Hocam diyor evladım gelsen kaşınıyorum. Достар, наконец-то достар, міне сіздердің сұрақтарыңызға барлығын жауап бердім. Мен сендердің достар, мен туралы кішкене болсын факт білген сияқтысыңдар деп ойлаймын. Енді достар, сендерге ертең жақында өте керемет видео шығаратын боламын. Достар, сендер лайктарыңды басып арнаға тіркеліңдер. Давайте достар, осы видеоға 155 лайк жасап тастайық достар. Сіздерден лайк күтемін. Давайте достар, видео енді ұзақ болды, енді достар до конца көріп кетесіңдер деп ойлаймын. Ал достар, пока-пока, чау. Давайте мен тигрді подписчик.